Сабырбек Олжабай, Үрей. Шаңырақ көтергендеріне жарты ғасырға жуықтаса да, қарадай жүріп қалтырап, соңынан құбыжық қуып келе жатқандай үрейленетін күйеуінің ішкі жан тебіреністеріне Хадиша түсінбей-ақ қойды. Әрі-беріден соң оны көлеңкесінен қорқатын қоям ба деп те ойлаған. Түнімен сандырақтап, әлденеге үрейленіп, бастығырылып барып шошып оянатын Мүсірәлінің бұл қылығына келіншек болып түскен жылдары таң қалушы еді. Адам 3 күннен соң көрге де үйренеді, дейді ғой. Хадиша Құдай қосқан қосағының шектен тыс қорқақтығына да көндіге бастады. Мүсірәлі соғысқа дейін қолына кіл ұстаған ауылдың атқа мінерлерінің бірі болған деседі. Соғыстан бір аяғынан айырылып келген Мүсірәліге емешегі үзілген жандардың бірі Хадишаның анасы Бибіш. Ақылың болса, осы жігіттің етегінен ұста. Оқыған тоқығаны көп. Ертең-ақ дөй бастық болып шыға келеді. Ішкенің алдыңда, ішпегенің артыңда шалқып өмір сүресің. Өзі де бір сындырған нандай ізетті, көргенді бала, деп құлағының құрыш етін жепте біткен. Балдаққа сүйеніп жүреді демесеңіз, Мүсірәлі сымбаттақ жігіт. Иә, қазір бай таңдайтын заман ба? Соғыстан күйеулері қайтпай қалған жап-жас келіншектердің көпшілігі 60-ты алқымдағандардың шылауларына орағытылып жүр. 17-18 жастағылар майданнан қайтқан жауынгерлерді төңіректейді. Қыз арзан, жігіт қымбат. Осындай бір алмағайып заманда Мүсірәлі соғысқа бір аяғын тастап келді ғой. Хадиша көп ойланып жатпады. Біраз күн тыныққан соң Мүсірәліні колхоз бастығы шақыртты. Жұмыстың көптігін, адам күші жетпей жатқандығын айтты. Ферма меңгерушісі қызметіне қалайсың? Деді ойланып отырып. Мүсірәлі, бұл менің қолым емес, деп тұңғиық бір ой құшағына сүңгіп кетті. Соғысқа алынбай тұрғанда Мүсірәлі ақ жарқын, көңілді жігіт болатын. Майданнан оралғалы, көбіне тұнжырап, қабағы ашылмай, бұйығы жүретін бір мүскін күйге түсті. Қу соғыстың зардабы да, алпамсадай аптал азаматты қандай күйге түсірген, деп оның осы нәумес кейпін көргендер іштей мүсіркейтін. Мүсіркейтіндейі де бар, балдағы сірә жанына бататын шығарау, қиналып жүреді. Шиқ-шиқ етіп, шиқылдап бара жатқан балдақтың ащы үні майдангердің жанында жеп бара жатқандай болып сезіледі. Мүсірәлінің жанына балдақ қана батпайды. Ауылдың жүдеу тіршілігіне жесір мен жетімдердің жаутаңдай қарайтын мұңлы көздеріне қарап, жүрегі жұлым-жұлым болады. Алайда кісіні мүсіркеп, есіркеп тұратын уақыт па қазір. Ұнжырғасы түсіп, сары уайымға салынып, қашанда жүні жығылып жүретін Мүсірәліні былайғы жұрт соғыстан есі ауысып келдіге жорушы еді. Жан баласына жуымай, жырақтап жүретін жауынгер кісі киіктеніп далаға қаша бастағанда туған туыстарының өзі одан түңіліңкіреп-ақ қалған. Ендеше қойма меңгерушісі бол, деді колхоз бастығы Төлеш меңіреу қалыпта отырған майдангерді ұйқысынан оятып алғандай өзіне қаратып. Мүсірәлі бұл жолы да басқа әлемде жүргендей кейіп танытты. Сонда не жұмыс істемек ойыңда бар? Деп сұрады Төлеш. Жолдас бастық, маған бір отар қой беріңіз, деді Мүсірәлі селқос қалыпта. Қой жаятындар сенсіз де жеткілікті. Білімің бар, тәжірибең бар, сен колхозға керексің. Бізге білімділер жетіспей жатыр, деді Төлеш. Ниетіңізге рахмет. Жастар өсіп келеді ғой, деген Мүсірәлі орнынан тұрып кетуге ыңғайланды. Сен немене қаусап отырмысың? Дегенмен Басеке соның реті келмейтін сияқты. Неге? Негесі сол, бастық болғым келмейді, деп Мүсірәлі әңгімені шорт кесті. Аяғынан айырылып келгеннен соң қорынатыны шығар. Құдайым-ау, соғыстан кім жаралы болмай оралып жатыр? Жаны аман келгеніне қуанбай ма? Бүгін ферма басқарса, ертең зейнеткерлікке шыққанда оны орныма қойып кетер едім. Әлде тап қазір
орнымды босатып бере салғаным жөн бе еді? Бірақ оны аудандағылармен ақылдасып барып жасауымыз керек қой. Бекер болды, бекер, деп бармағын тістеледі Төлеш. Өжет жігіт емес пе? Балдағын сықырлатып, жұрт көзіне көп түскісі келмеген шығар, деп ой қорытты колхоз бастығы. Ойланып кел, байламыңды кейін айтарсың, деді Төлеш. Мен бәрінде кесіп пішіп қойғанмын. Шешімімнен ешкімде қайтара алмайды енді, деп қос балдағын еденге тарс-тарс соққылаған Мүсірәлі бастықтың жұмыс бөлмесінен шығып бара жатты. Төлеш терезеден сыртқа қарап тұрды. Бағанаға байланған шылбырды шешіп, атына қарғып мінген Мүсірәлінің ширақ қимылына сырттай сүйсінді. Соғыстан жүйкесі жұқарып келді. Бірер ай, бәлкім бірер жылдан соң қаңбағын жел қуалаған иен даладан өзақ мезі болар. Мал соңында салпақтау кімге оңайға түсер дейсің? Жейдіп кеткен жүйкесі қалыпқа түсіп, ақылы кірген соң алдыма өзақ келер, деп ойлаған Төлеш майдангердің қалауын қанағаттандырды. Несін айтасың? Басекең ферма меңгерушісі қызметін ұсынған екен. Байың хош көрмепті. Сонда оның нені көксейді? Деп шаптықты Хадишаның абысына Жұпаркүл. Соғыста ерлік көрсеткен батырма десек, қоян жүрек қорқақ екен ғой. Қалай соғысқан өзі? Бір аяғын сол қорқақтығынан жауға беріп келгеннен сау емес шығар, деп бір үйдің шаңын екінші үйге апарып қосып жүрмесе, бойына ас батпайтын Күләш әлденені ішіне бүгіп сылқ-сылқ күлді. Хадиша шешіліп ештеңе айта алмады. Біздің үйдің кісісі қалай шешсе солай болады, деп жүктерін бүйіп түйді. Көп кешікпей олар колхоздан бір отар қой қабылдап алып жайлауға көшті. Оңашада ойнап күлгені болмаса, Мүсірәлі күн өткен сайын бұйығылана кісі киіктене түсті. Күні бойы қой соңында жүргендіктен шаршайтын шығар, құлазитын болар, деп Хадиша жарына жаны ашыды. Жас пен жастың тілегі бір емес пе? Хадишаның күйеуіне деген махаббаты лайлай түсті. Оңашада Мүсірәлімен тәтті табысар тоят түндерін ойлап, ол үнемі көкке өрмелеп шығып алып, бір орнында тапжылмай тұратын күнге сарғая қарайтын. Қашан кеш түсер екен, деп секунд санап отырады. Өрістен оралған отарды иіріп, атын жайғап үйге кірісімен Мүсірәлі, ешкім келген жоқ па? Деп сұрайды. Хадиша, о, несін айтасыз? Қасы көзі қиылған, бұраң бел, ай қабақ, қызыл ерін, қол аяғы балғадай сүйкімді де сымбатты келіншек. Келін болып түскелі толыса түсіп, тіпті ажарланып кетті. Мүсірәлі мені қызғанатын болды ғой, деп іштей масаттанады Хадиша. Немене, үйге қарай біреудің келе жатқанын көрдің бе? Дейді наздана. Жоға, ендеше кімді айтып тұрсың? Дейді қылықты келіншек. Кешкі тамақтарын ішіп жеп, отарды бір айналып келіп, төсегіне қисаяды күйеуі. Хадишаның күні бойы күткені осы бір шырын шақ емес пе? Екеуі тәтті табысады. Таң атпай-ақ қойса екен, деп тілейді толықсыған келіншек. Кейде Хадиша күйеуінің колхоз жұмысына жегілмей, қой бағып кеткеніне қуанады. Ауылда болсақ, үйге әркім бір келіп, мазамызды алып бітірер меді. Майдандас, қатарлас, кластас достары тойға дейін арақ ішіп алып, карта соғар еді. Мынандай ләззат тербелістегі тылсым тыныштықты сыйлаған тағдырма мыңда бір шүкір, дейді махаббат отына күйіп жанған келіншек, кеудесі көріктей бір көтеріліп, бір түсіп жатып. Ол осы бір шырын шақтың шығандаған сәтінде сезім арпалысының үзілмеуін қалайды. Мүсірәлінің тер сасыған құшағы оған жұпардай сезіледі. Тағы да аймаласа екен, сүйе түссе екен, деп іштей тілеп жатады. Тоят іздеген сұлу келіншек күйеуінің бауырына тығыла түседі. Кейде тәтті тоят үстінде әлсіз де әуезді ғажайып бір үн шығаратыны бар. Мүсірәлінің де
тынысы ашыла түседі мұндайда. 2-3 балалы болса да, олардың бір-біріне деген ыстық сезімдері суыған жоқ. Балапандарын ұйықтатып қойып, жұлдызды түндері талай-талай махаббат отына шарпылды. Тағдырымыз осы күндерімізді көп көрмесе екен, деп тілеуші еді Хадиша. Бірде олардың Қараша үйіне автокөлікпен ауылдың бір топ адамы келді. Хадиша қонақ жайлылық танытып, үйден самауырын алып шықты. Қазанға ет салды. Қонақтар карта ойнағансып, ажарлы келіншектің үйінде ұзағырақ бөгелді. Хадишаны жеңгесініп, әзілдегісі келетіндері де табылмай қалған жоқ. Ана бір шүңірек көздісінің ішіп-жеп, тесіліп қарағанынан шошынды Хадиша. Ет желініп, сорпа ішіліп болған соң, қонақтар орындарынан біреу сүйрегендей созбалақтанып, зорға көтерілген. Хадишаның бойынан жүк түскендей жеңілдеп қалды. Осы сәтті күткендей, шаруа торы атын ақжем етіп Мүсірәлі келіп тұр. Мына келгендер кімдер? Не дейді өздері? Дейді, көздері алақ-жұлақ етіп. Әлі де қызғанады екен-ау, деп ойлады Хадиша. Негізі ол күйеуінің қызғанғанын шеткері де көрмейді. Бойы бір ысып, бір суып, әлдеқандай түсініп болмайтын тәтті бір күйге түседі. Мұның қандай сезім екенін өзі де түсінбейді. Мұрты едірейіп, көздері шатынап, беттері қызарақтаған күйеуіне қарағыштап, елжіремелі бір күйге енеді. Сүйеді ғой мені, сүйеді, дейді алабұртқан, аласұрған жүрегі. Кейде қызғана түссе екен, деп жорта үндемейтіні де бар. Мұндайда Мүсірәлі түтігіп кетеді. Қызғаныш деген қызыл иттің соңынан кетіп қалмас үшін, бұл оның ішкі жалынына су сеуіп сөндірмекке тырысады. Күйеуінің мойнынан құшақтап, құлағына «Маған сенен басқа ешкімде керек емес», деп тұншыға сыбырлайды. Мүсірәліге осы бір ауыз сөздің өзі де жетіп жатыр. Хадишаның ыстық деміне жетер бұл дүниеде не бар дейсің, шіркін. Мүсірәлі мүдіреді. Сол түні олар тағы да тәтті табысады. Тағы да қызғандыра түссем бе, деп отырған келіншек Мүсірәлінің түтіккен түрін көріп, аяғын тарта қойды. Ферманың адамдары ғой, ұзақ жолдан келе жатырмыз, деген соң қазан көтердім, деді сөзіне салмақ сала сөйлеген Хадиша. Іштерінде бөтен адамдары жоқ па? Деп сұрады әлденеге алаңдаған Мүсірәлі. Кім болушы еді? Нәрікбай Жәкемнің зоотехник баласы Артықбай, мал дәрігері Нұртай, есепші Жұман, шофер Серік бар. Енді танып тұрып, тамақ татырмағаным қалай болады? Ертең олар ауылға бұл екеуі жабайыланып кетіпті, деп айтып бармай ма? Деді Хадиша ақталғандай болып. Ол өзіне, күйеуіне туыс болып келетін адамдардың аттарын жорта айтты. Мұндағысы күйеуін текке қызғандырмау еді. Түптеп келгенде Мүсірәлінің тамаққа таршылығы жоқ. Әйткенмен, қонақтардың суыт жүргендерінен секем алатын қылығын Хадиша түсіне алмай-ақ жүр. Сөйтіп жүргенде, ұлы көсеміміз Сталин қайтыс болды деген қаралы хабар ауылдағыларға 9 балдық жер сілкінісінен кем түскен жоқ. Келіп кеткендер тап бір әкелері өлгендей еңіреп жүр. Мүсірәлі малға шыққалы бері істемегенін жасап, отарды әйеліне табыстап, дала қосына барып, арақ ішіп келді. Сол түні ол сандырақтап сөйлеп шықты. Хадиша оның немістер, фашистер, Сталин деген сөздерін ғана ұғып қалды. Орысшалап сандырақтаған соң ба, басқа сөздерін түсіне алмаған. Түсіне әлі де соғыс кіреді екен-ау. Жан жарасы қашан жазылады екен, құдайым-ау, деп қамығып қалды. Ойда жоқта ту сыртымыздан соғыс ашып, жерімізді майқандап, қаншама қаламызды қиратқан, қаншама адамдарымызды опат қылған немістерге лағнет айтып, Хадиша да жылап жатты. Оның екі ағасы майданнан қайтпай қалған еді. Дүлей дауыл, ақтүнек боран, күздің
Қара нөсері мен шілденің аптап ыстығында жүргендерімен уақыт деген зырлауық ұршықша шыр айналып, сырғып өте шығады екен-ау. Осы күндерін жұмаққа балап, айдалада томаға тұйық күн кешкен Мүсірәлі мен Хадиша шын мәнінде бақытты еді. Ағайын туыспен, көрші қолаңмен, жалпы замандастарымен шәй десіп, ауыз былғаған жоқ. Өздерінен артылса ағайындарына, құда жекжатқа, ет, сүт, айран, құртпен қарасып тұрды. Ауыл аймақтың, ағайын туыстың, жора жолдастың, құдалардың торқалы тойынан, топырақты өлімінен қалып көрген емес. Сондықтан да төңіректегілеріне төредей сыйлы еді. Аман жолы ат жалын тартып мінгенде, құда жекжат, дос жаран, ағайын туыстың тайлы тұяғы қалмай тойына келуінің осындай сыры бар. Одан кейінгі ұл қыздары да үйелменді сүйелменді болып өсіп келе жатты. Тұма табиғаттың тылсымынан сұлулық көре білетін Мүсірәлі желдің суылы, қамыстың сыбдыры, құс қанатының сусылынан да сыр аңдаушы еді. Оған қалың тоғай бөбегін әлделеген келіншектей ән салып тұрады. Тіпті сексеуіл мен жыңғылдың өзі жаңа түскен келіндей иіліп сәлем береді. Қоңыр күзде сарғайған жапырақты соғыстан оралмай қалған боздақтардың сарытап сағынышы деп ойлайды. Туған топырағын, самалды өлке, сайранды көлін ол сүйген жарындай аңсады. Ынтық болды. 4 жыл бойы соғыстың азабы мен мазағын бір кісідей тартқан Мүсірәлі үшін бейбіт күннің бағасы тым қымбат. Оған кісі киік ғұмыры, тойған қозыдай момақан да көнбіс Хадишасымен өткізген әр күні жылмен тең. Оған бұдан басқа бақыт керек те емес. Бір күні Аманжолы үйге алқын-жұлқын кіріп келді. «Көке, сізді мектепке шақырып жатыр», деді мұрынын уқалап тұрып. «Бірдеңе бүлдіргеннен саумысың?» Жоға болса, мені неге шақырады? Жеңіс күні қарсаңында ұлы отан соғысына қатысушылармен кездесулер өткізіп жатыр. Сенің әкең соғысқа бір аяғын беріп келген батыр. Онымен кездесу өткіземіз. Мүсірәлі көке фашистерді қалай тырқыратып қуғанын айтып береді, дейді класс жетекшіміз. Батырды тапқан екен. Сонда сіз, көке, батыр емессіз бе? Ұлының сөзі жарықшақтанып шықты. Кім айтты оны саған? Өзіңіз ғой, батырды тапқан екен, деп тұрған. Ауылда менен басқада майдангерлер толып жатыр емес пе? Солай, бірақ олардың барлығының не айтатынын біз пионерлер жақсы білеміз. Ести құлағымыз сарсаң болған. Ерлікті қанша тыңдасаңдар да артықтық етпейді балам. Қайта ол бойыңа отан сүйгіштік рух береді, жігеріңді жаниды. Ия деген бір айтқандарын мың қайталайды. Содан кейін ешқайсысының батыр болып көрсеткен ерліктері жоқ. Тіпті Құттыбай көкем қай жерде соғысқанын білмейді. Көпірбай көкем танкіні автоматпен атып құлаттым деп миға сыймайтын өтірік айтады. Қалдыбек көкем барлауға барғанда ұйықтап қалыппын. Ояна келсем, маған қарай бір аю салып ұрып қашып келеді екен. Шабандоз болдым емес пе? Қашып келе жатқан аюдың жалына жармаса кетіп, арқасына қон жиып мініп алдым. Сөйтіп, қаптап келе жатқан нәлетілерден оп-оңай құтылып кеттім, деп аузы мұрны қисаймай бір нәрселерді қиюластырып соғады. Құтты суды рахмет, деді ұлы. Осы сөзді естіген Мүсірәлі бет-аузы жыра-жыра болып, езуінен су сорғалап, жер тепкілеп, шалқалай жатып күлді. Аманжол көкесінің ішегі түйіліп қалады ма деп қорқып еді. Абырой болғанда жер бауырлап, жалғыз аяғы серең-серең етіп жатқан әкесі сүт пісірімдей уақыттан соң сүйретіліп орнынан тұрды. Қызарып кеткен көздерін дәсірамалымен сүрткіштейді келіп. «Әй, иттер, деп қояды арагідік. Аманжол көкесінің кімдерді ит деп жатқанын түсінген жоқ.
Ол көкесінің күлкіден әрі кетіп қалмай, бері қайтқанына қуанулы еді. Көке, кездесуге барасыз ба жоқ па? Сізді бүкіл мектеп күтіп отыр ғой, деді еркесі. Қой, болмас, барайын, деп күбірледі Мүсірәлі. Аманжол бұған қатты қуанды. Ертесіне көкесі мұртын басып, сандықтан тәуір киімдерін алып киіп, жорғасына мінді. Омырауы сыңғыр-сыңғыр етеді. Соғысқа барып, жауды қоғадай жайпап келген көкесіне Аманжол да барынша разы. Кездесу өтетін бөлме мерекедегідей безендіріліпті. Комсомолдар мен пионерлер майдангерді қуана қарсы алып, төрге отырғызды. Бір оқушы ардагерге гүл сыйлады. Соғыс деген қасірет, жаратқан оны сендерге көрсетпей-ақ қойсын, деді Мүсірәлі. Солақ екен, миы зеңіп, аузына түскендей болды. Жер шыр көбелек айналып бара жатқандай. Бір апай су әкеліп, көкесінің бетіне бүрікті. Суды аз-аздап ұрттаған Мүсірәлі өз-өзіне келді. Ол Белоруссия майданы туралы айтып өтті. Смолевск ауданы, Кленнинг поселкесі маңындағы ұрыста болған жәйттерді қас қалпында баяндады. Ойдан ештеңе де қосқан жоқ. Өзін батыр етіп көрсеткісі де келмеді. Кездесу соңында Мүсірәліні пионерлер қатарына қабылдады. Пионер жетекшісі мойнына алқызыл галстук әкеліп тағып берді. Оқушылар онымен қимай қоштасты. Мұғалімдер жеңіс жауынгерін қақпаға дейін шығарып салды. Бұлай шыға галстук қып-қызыл жалынға айналып, мойнын өртеп, алқындыра бастады. Қыл бұрауды шешілместей етіп түйіндеген бе, оңайлықпен алынбады. Маңайының барлығы лаулап жанған өрттей жалындап, қып-қызыл шоқ айқыш-ұйқыш ұшады. Ол өрт кешіп келе жатты. Сол сәт соғыс жылдарындағы бір сұрапыл да сұмдық оқиға көз алдынан сағымдай ағып өтті. Қалың орман. Кеңес әскерлерінің осында келіп орналасқанына бірнеше ай өткен. Қара құзғын тәрізді жау ұшағы аспанда қаптайды да жүреді. Ана жерден де, мына жерден де бұрқ-бұрқ жарылған бомба, снаряд, мина дауыстарынан құлақ тұнады. Оның үстіне жыландай ысқырған оқ оң жағынан да, сол жағынан да сып-сып етіп өтіп жатыр. Тіпті көктен жаңбыр емес, оқ жауып тұрғандай. Осындай ақырзаман кезеңде Мүсірәліні әлдеқандай күш қиып түсті. Аспан төңкеріліп, жерге құлады. Көз алды қарауытып сала берген Мүсірәлі есінен танып қалды. Арада қанша уақыт өткенін шамалар, күш те, ниет те жоқ. Басы солқылдап ауырып, еріндері кезеріп, сусырап, қаталап жатыр екен. Белінен төмен жан бары белгісіз. Аяқтары қозғалмайды. Көздері домбығып, ісіп кетіпті. Тырмалап жүріп, зорға ашқанда, көргені қып-қызыл түске боялған құбыжық әлем. Әр жерде өлген аюдай төңкеріліп, зеңбіректер, минометтер жатыр. Өлген солдаттардың бірінің қолын, екіншісінің басын қар аралас топырақ басып қалыпты. Жаралы жауынгер бірер мәрте тұрмаққа ұмтылып көрді. Тізеден төменгі буын жұлынып қалған шамасы, бос салбырап тұр. Жаны көзіне көрінген ол тағы да есін жоғалтып талықсып кетті. Ауылда жүрекенмін дейді. Бәз баяғы бейбіт өмір. Тыныш та тәтті тіршілік. Оған апасы керден кесе толы қымыз ұсынып жатыр. Қымызды тамсана ішіп, таусып қойғысы келеді. Алайда қымызды қанша ішсе де шөлі қанбайтыны қалай. Баламау, саған не болған? Деп жан ұшыра айқай салды шошынған анасы. Осы оқыс дауыстан ол шошынып оянды. Әуелгіде өзіне не болғанын түсіне алған жоқ. Қарсы алдында тұрған әкесі мен шешесі бірте-бірте айқындалып барып, неміс жендетіне айналғанда жүрегі құрғыр зірк ете қалды. Екі құзғын төбесінен төніп, қарқ-қарқ күліп тұр. Бірі мұның талқандалған аяғын тепкіледі. «Русь!
Русь? Жоқ, мен қазақпын, деді жаралы жауынгер таза ана тілінде. Екі фриц мұның не деп сандырақтап жатқанын түсінген жоқ. Тағы да сауалдарын қайталады. Русь? Русь? Атаңның басы, ой шешеңнің, мен қазақпын деймін, деп ышқынды Мүсірәлі. Барынша айқайлап, қатты сөйледім дегені ішкі ойы мен арпалысы ғана еді. Дауысы шыңырау құдықтың ішінен шыққан дыбыстай зорға естілген. Немістер жын қағып кеткендей екілене түсті. Онсыз да жаралы жауынгерді аямай жаншыды. Біреуі қолдарын ербеңдетіп тұрып, «Сталин, капут!» деді көздері ежірейіп. «Сталин, капут!» деді екіншісі де. «Әй, мыналар не деп тұр? Біздің ұлы көсем өлді дегенге жан сенер ме? Ол өлмейді. Ол мәңгілік. Ол біздің ар-ожданымыз. Ол біздің жығылмас туымыз. Ана мұрты едірейген қан құйлы Гитлерің капут!» деп жан таласты Мүсірәлі. Бірақ оның мұнысын жендеттер естіген жоқ. Оның не айтқысы келгенінде шаруалары да болмады. Бұдан соң неміс жаналғышы автоматын мұның қақ маңдайына тіреп шеріппесін тартты. Дүние төңкеріліп сала берді. Шырын өмір алдамшы елеске айналып, аждаһа ажалдың тұңғиық апаны көз алдына келгенде дауыл ұрған жапырақтай қалтырады. Ол қазір жан тәсілім боларын білсе де, тіршілік үшін жан ұшыра жанталасты. Қасірет күйігі кеудесін өртеп, өктем тағдырдың жазмышына екі ұдай нәумес кейіпте мойын сұнғандай момақан қалып танытты. Көз алдына туған жері, ата-анасы, бауырлары, ағайын туыстары, жора жолдастары келді. Мөп-мөлдір сәулелі әлем көмескіленіп барып, көз алдында бұлыңғырланып, көрдей қараңғы түнекке батып жоғалды. Шыбын жан деген тәтті екен ғой, тәтті екен. Сталин, капут деген сатқын сөздің аузынан қалай шығып кеткенін өзі де аңғармай қалды. Осы аса зару сөзді күтіп тұрғандай екі фашист шаттана күлді. Қолдарын шапалақтап, мәз-майрам болып қалды. Үсті басын қан жуған жаралы жанды өзі-ақ өледі деп жорыды ма, әлде дегендеріне жеткендеріне разы болды ма, шалт қимылдап теріс бұрылды да жөндеріне жүре берді. Қап атасына нәлет-ай, айтқызбас сөзді айтқызып кетті-ау мына оңбағандар. Қолымда еш болмағанда бір граната болғанда ғой, жастығымды ала жығылар едім. Сендей нар қоспақтың баласы маған оңаша жерде жолықсаң, қайраңнан алған шабақтай қия бір соғып ас етсем, тамағыма қылқаның кетері демесем, деп Махамбетше күңіренді. Екеуіңнің кеңірдектеріңді жұлып алып, аяқтарыңды аспанға қаратып асып қойсам, кегім кетті десем едім. Толғай да толғай оғатқан, 12 тұтам жай тартқан, қабырғасын қаусатқан, тебінгісін тесе атқан, тізгінінен кесе атқан, теспей қанын зулатқан кешегі қайсар қазақтың батырылы мен едім. Жауыма таба болдым ғой, біле алмадым себебін, деп еңіреп жылады. Өкініштен өкіріп жылап жатқан жаралы жауынгерге мейірімі түсті ме, кім білсін. Неміс солдаты қайырылып келіп, мұның алдына ораулы әлдеқандай бір затты лақтырып кетті. Әуелгіде минама деп зәресі ұшқан жаралы жауынгер демін ішіне алып, тыпыр етпей ұзақ жатты. Бірақ мина жарыла қоймады. Дұшпандар көзден таса болысымен ол жалма-жан орауын ашып қараса, о тоба, ішінен нан, шұжық, сыр шықты. Қу құлқын кімді тәлкекке салмаған. Бірнеше күн аш жалаңаш жатқан Мүсірәлі немістер қалдырған тамақты қарбытып жей бастады. Сөйтіп жатып, тағы да талықсып кетіпті. Көзін ашса госпитальда жатыр. Дәрігерлердің өзіміздікі екенін көріп, Мүсірәлінің көңілі жайланғанымен
жүрегі зырқ ете түсті. Япырай, мыналар менің Сталин капут деп немістерден жан сауға сұрап, олардың арам асын жегенімді біліп қоймады екен. Жолдас жауынгер, бағыңыз бар екен. Сізді партизандар тауып алып осында әкелді. Қанды көп жоғалтқансыз. Бір аяғыңызды тізеден кесуге тура келді. Жаныңыз олжа. Соған қуаныңыз, деді әскери хирург. Қуана алды ма, жоқ па, бұл арасы бұлыңғыр. Жауынгер тағы да есінен танды. Бірнеше айдан соң госпитальдан балдақпен шыққан жаралы жауынгер пойыз ішінде Қазақстанды бетке алып келе жатты. Міне, сол бір ормандағы оқиғадан соң Мүсірәлі үнемі түйіліп, әлденеге секемденіп жүретін әдет тапты. Сұсты да зілді Сталин көзін жұмсақ болды, оның төбесінен құзғындай төніп тұрады. Ол ел арасындағы жел ауыздарды жақсы білуші еді. Қазақтың небір жақсы мен жайсаңдарын оққа байлап берген сатқындар ел ішінде әлі де жеткілікті болатын. Сондықтан ол екі елі аузына 4 елі қақпақты госпитальда жатқанда қойғанды. Аздап серілігі бар Мүсірәлі, ауылда қалсам, аузыма арақ тиген күні сандырақтап, Сталин гапут деп немістерден жан сауғалап қалғанымды айтып қоярмын, деп үрейленген. Осы үрей оны талай жыл қой соңында темпеңдетті. Бірде ортаншы ұлы Бақыт, әке, ұлы отан соғысының ардагерісіз, батырсыз, неге совхоз басшыларынан жеңілдік сұрамайсыз, деп қалды. Сол күні Мүсірәлі ұлдарын оңашалап, соғыс аяқталғалы бері жүрегінде тұмшалап келе жатқан құпиясын ашты. Әкеу, Сталиннің өзі тұрмақ, сүйегі де қурап кеткені қай заман? Ендігі қорқақтауыңыздың реті жоқ, деді ұлдары. Сендерге бұл сырымды бекер айттым бекен, дегендей Мүсірәлі қарт түйіліп отырып қалды. Мүсірәлі қарт бірнеше түн мен күн туралап келген ажалмен арпалысып бақты. Көз алдына қалың тұман мен қаптап келе жатқан танкілер келеді. Құлағы бомба мен снаряд даусынан бітеліп қалған. Бір кезде қалың тұман ішінен сұсты Сталин шыға келді де, қатулы қабақпен түйіле қарап, бұған жұдырығын түйіп, «Сен бе, Сталин капут деп жүрген?» деп жауар бұлттай түнеріп келіп, сұқ саусағын безеді келіп. Даусы мұндай зәрлі болар ма? Түсі мұндай сұсты болар ма? Көздері ежірейіп, мұрты едірейіп, Сталин шыға келгенде Мүсірәлі қарттың тілі байланып қалды. Япырай, Әзірейіл періштенің орнына Сталин жолдасты жібергені несі? Деп қамыға, тұншыға ойлады. Жолдас Сталин, деп гүбір етті де Мүсірәлі қарт үзіліп жүре берді.